Бүгінде еліміздің әр күні жаңалықтар мен тың бастамаларға толы екені, түрлі оқиғалар легінің биік межелерге жетелеп бара жатқаны көңіл қуантады. Соның айқын дәлелі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына арнаған сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуі атты жолдауы мақсатты айқындайтын, нақты міндеттерді белгілеген маңызы зор құжат. Мемлекет басшысы өз сөзінде тіл үлкен саясаттың құралы екенін ұмытпаған жөн деп атап өтті. Біздің ұстанымыз ел бірлігі оның әр алуандығында, единство нации в ее многообразии. Еліміздегі этникалық топтардың тілі мен мәдениетін дамытуға жағдай жасай береміз. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезеңі келеді деп есептеймін. Тілі өлген ел, тірі өлген ел деп бекер айтылмаса керекті. Әрбір ұлтжанды азамат өз тілін қадірлеп, қастерлеп, жете білуге міндетті. Осы ретте қазақ тілін насихаттап, тың бастамалар мен жүйелі жоспарын жүзеге асырып жатқан Ақмола облыстық ішкі саясат басқармасына қарасты тілдерді дамыту және ономастика бөлімінің жұмысын атап өтуге болады. Ағымдағы бірінші жарты жылдықтың өзінде 1897 іс-шара ұйымдастырып, 110.026 жанға рухани азық сыйлаған. Оның ішінде көптеген ғылыми танымдық конференция, әр бағыттағы түрлі байқаулар және әдеби сазды кештерде бар. Атап айтсақ, тұңғыш президент елбасының жастар жылы аясында қазақ тілін меңгерген жастар еліміздің жарқын болашағы тақырыбында өңір жастарымен кездесу өтті. Сонымен қатар түркі жазуын күніне арналған Ұлы даланың асыл мұрасы атты облыстық конференция ұйымдастырылды. Шараға жергілікті ғалымдар мен қоғам қайраткерлері, этномәдени бірлестіктер мен зиялы қауым өкілдері қатысты. Ал қазақ тілі контентті артыру мақсатында байланыс және ақпарат қызметкерлерінің күніне орайластырып, ойы ұшқыр, қаламы жүйрік тілшілер арасында мемлекеттік тіл және бұқаралық ақпарат құралдары атты облыстық байқау өтті. Сондай-ақ жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін абай оқулары байқауы жоғарғы деңгейде ұйымдастырылған. Әр ауданның үміттерін үкілеп келген жас өрендердің арасында Топжарған Целиноград ауданының үміткері республикалық кезеңге жолдамалды. Сонымен қатар жас термешілер арасында текті сөздің төресі атты облыстық байқау ұйымдастырылды. Мемлекеттік тілді жетік білу әр мемлекеттік қызметкерлердің басты міндет. Тілдерді оқыту орталығының еңбегі орасан. Бұл күні облыс бойынша 19 орталық жұмыс істейді. Олардың барлығында мемлекеттік тілді тереңінен үйретеді. Сонымен қатар латын графикасы негізіндегі әліпбиге көшіруді түсіндіру, насихаттау жұмыстары жүйелі жоспарға сәйкес жүзеге асуда. Ағымдағы жылдың бірінші жарты жылдығында латын графикасына негізделген барлығы 951 танымдық, ақпараттық іс-шара өткен. Біздің қазір 7,5 миллиард адам әлемде тұрады. Оның 48% біздің латын қарпін пайдаланады екен. Және осы халықтың саны жыл сайын 10 миллион адамға көбейеді екен. Тағы да бір ақпарат, кириллица қарпін пайдаланып отырған тек қана 7 мемлекет бар екен. Және ол тек қана әлем халықтарының 3%-ын ғана құрайды екен. Жалпы дүние жүзінде ғылыми жаңалықтардың 77% латын қарпінен жазатын елдерде шығады екен. Европалық сапа стандарттары, олар дүниежүзілік сапа стандарттарына айналды. Және қазір қандай да елдің алпауыт фирмасы болсын, мысалы Қытай, Жапония, Корея елдерінің қандай да үлкен брендтар болса, олар барлығы латын қарпімен жазылған. Европа стандарттары дүниежүзілік стандарт болғасын, дүниежүзілік бәсекелестікте фирмалар бір деңгейге шығу үшін брендтік графикаға сүйеніп жасайды. Көкшетаудың қаланы алатын болсақ, 400 көше бар. Соның 89-ы бүгінгі күні латын қарпімен атаулары жазылған. Біз барлық облыстық әкімдіктің ғимаратынан бастап, аудандық әкімдіктердің ғимараттарының атауларын қазір латын қарпіне көшіріп жатырмыз. Ол да біздің үлкен осындай жұмыстың бір бөлігі. Тәрбие тал бесіктен басталады. Балғын-балғындарға туған тілде тәрбие беріп, саналы азамат етіп тәрбиелеу ел болашағының нық кепілі. Облыс орталығындағы Айша балабақшасында бұл күні 300-ден аса бүлдіршін қазақ тілімен сусындап, үлкен өмірге қанат қағуда. Қадырымызда әлі ана тілін ағын бұл. Ана тілін біліп қой, еркіндігін, сендігін. Ана тілін біліп қой, мақтан үшін елдігін.
Облыс бойынша 560 орта мектеп бар, оның ішінде қазақ мектептері 159, аралас мектептер 217, орыс мектептері 184, оқушылардың жалпы саны 121.521, оның 58.393, яғни 48%, қазақ сыныптарында оқиды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда едәуір өскен. Менің ойымша, тіл ол халықтың жүрегі және қатынас құрау. Және мен өз тілімнің дамуына және халықаралық деңгейіне жету үшін өте көп үлес қосып келемін. Қазақ тілін туған тіліндей білетін жандардың бірі Евгений Хомич. Ұлты аралас, яғни әкесі қазақ болғанмен, анасы белорус. Евгенийдің айтуынша, ол отбасымен қазақ тілін таза меңгерген. Қазақстан әрбір азаматы осы мемлекеттік тілді, яғни қазақ тілін білуі тиіс деп ойлаймын. Осындайда белгілі ақын Қадыр Мырза Әлінің өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген өлең шумақтары ойға оралады. Тек білім ошақтарында ғана емес, барлық кәсіпорындарда мемлекеттік тілдің мәртебесі биік. Негізгі заводтың, офистің маңдайшыларында, цехтардың маңдайшыларында және мына ішкі нелерде көріңіз, бірінші мемлекеттік тілде, сосын екінші орыс тілдерінде көрсетілген. Жас мамандар бар олардың. Осында біздің қызметкеріміз, мысалға Наталья Бабичтің қыздары бар, қазақ тілінде сөйлеп өлең айтқанда, түрінен болмасаңыз, оларды қазақ емес деп айта алмай қаласыз. Жастарының жалыны бар, қарттарының қадірі бар, жақсылыққа жаны құмар, жаса қазағым. Тарихының тамыры бар, дәстүрінің тәлімі бар, сақ пен ғұнның сарыны бар, жаса қазағым. Жаса қазақ тілім, жаса ғажап тілім, баянды боп азат күнім, бағын таймасын. Жаса рухты халқым, жаса құтты салқым, айдан асып мықты даңқын, жаның жайнасын. Көсемдері кесім берген, керуен тартып көшін берген, төрт түлігі төсіндерген, жаса қызығым. Ту көтеріп, тұлпар мінген, саят құрып, сұңқар келген, күй төбібен шырқап жүрген, жаса қазағым. Жаса қазақ тілім, жаса ғажап тілім, баянды боп азат күнім, бағын таймасын. Жаса рухты халқым, жаса құтты салқым, айдан асып мықты даңқын, жаның жайнасын. Жаса қазақ тілім, жаса ғажап тілім, баянды боп азат күнім, бағын таймасын. Жаса рухты халқым, жаса құтты салқым, айдан асып мықты даңқын, жаның жайнасын. Жаса қазақ тілім, жаса ғажап тілім, баянды боп азат күнім, бағын таймасын. Жаса рухты халқым, жаса құтты салқым, айдан асып мықты даңқын, жаның жайнасын. Жаса